Айналамыздағы адамдарға көмектесу, жақсылық жасау нағыз адами қасиеттердің бірі. Әрбір игі іс арқылы, жақсылық арқылы біз жауапты қоғамды қалыптастыра алады екенбіз. Мысалы қарайтын болсақ, біздер қоғамға қызмет көрсету деп отырғанымыз қарттарға көмектесу, немесе табиғатқа көмектесу, немесе табиғатты аялау, немесе кішкентай бүлдіршіндерге өзіміздің білетін заттарымызды үйрете алады екенбіз. Онда біз де бастауыш мектеп оқушыларына көмектесе аламыз ғой? Әрине, әрбір кішкентай жақсылық үлкен бастаманың бастауы. Онда біз бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін үйретсек болады ғой? Әрине болады. Ал мен робототехника үйреткім келеді. Керемет. Мен онда математиканы үйретейін. Ғажап идея, тағы да. Ал мен домбыраны үйретейін. Неткен керемет идеялар. Барлықтарында тұнып тұрған талантсыңдар. Енді қараңыздаршы, нағыз қоғамға қызмет ету ол тек қана көмек беру емес. Жүректегі мейірім мен қолдан келгенді басқа біреумен бөлісу. Дәл осындай жақсылық жасағандарыңыз үшін осы жақсылықтың барлығы өзіңізге екеселеніп қайтып келсін. Онда керемет! Кейде адам өмірінде қиындықтар болады. Кейде шаршаймыз, сеніміміз азаяды, ала қадам жасау қиын көрінеді. Бірақ дәл сондай сәттерде жанымыздан табылатын бір жылы сөз, бір қолдау, бір жанашыр адам бізге қайта күш береді. Өмірдің мәні тек өзің үшін өмір сүру емес, өзге де жарық сыйлай білу. Біреуге көмектесу, қолдау көрсету, үміт беру үлкен адамгершіліктің белгісі. Себебі кейде сенің қарапайым ғана сөзің бір адамның қайтадан өзіне сенуіне себеп болуы мүмкін. Сондықтан айналаңдағы адамдарға мейіріммен қара. Қол үшін созудан қорықпа. Жақсылық жасау үшін үлкен мүмкіндік күтудің қажеті жоқ. Кейде шынайы ниетпен жүректен шыққан қолдау ең үлкен көмек. Біреудің көңіліне жарық болыңыздар. Мүмкін дәл сіздің қолдауыңыз бір адамның өмірін жақсы жаққа өзгертер.